Шоу-бизнес әлемінде жылдам ақпарат тарады. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армығызақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Ішкен жегенін айтады. Қарақат Әбділина видео түсіремін деп сынға қалды. Ата-аналар жиналысына барғанын Қарақат Әбділина сынға қалды деп хабарлайды Политика.кз skifnews.kz ақпарат порталына сілтеме жасап. Ол балалары оқитын мектепте ата-аналарға әр жиналыс сайын мол дастархан жайылатындығын айтқан. Ата-аналар жиналысына келдім. Нұрорда мектебінің асханасы дайындаған дәм. Кезекті ата-аналар жиналысы. Тек осы мектепте осындай ма, әлде барлық мектепте осындай ма? Маған мектебіміздің осындай қарым-қатынасы дәмі ұнайды. Әрқашан дастархан осылай жайылуы керек дейді ол. Желі қолданушылар әншінің бұл сөздерін сынап, түрлі пікірлер жазды. Мектеп болуы керек. Бұл дарақылық. Байлар ішкен жегенін айта беретін болды. Жаман жегенін көрсетеді. Бай мен кедей деген заман болды. Ақылы мектеп шығар. Қарапайым мектепте мұндай рұқсат жоқ дейді олар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар, және де осыған ұқсас сізге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз, достарыңызға ілесіп сау саламатта болыңыз.